Сіздер print функциясы арқылы кез келген ақпаратты баспаға шығаруды үйрендіңіздер. Бұл сабақта мәліметті оқу немесе енгізу функциясын қарастырамыз. Ол үшін адамның есімін сұрап, сәлемдесетін кішігірім программа жазып көрейік. Бұл жолы print орнына біз input функциясын қолданамыз. Print немесе input сияқты функциялар Python тілінің дайын функциялары болып табылады. Мәселен, теледидар пультінде дайын батырмаларды басу арқылы теледидарды қосуға, өшіруге болады. Сол сияқты Python тілінде дайын функцияларды пайдаланып, көптеген амалдар орындай аламыз. Мәліметті енгізу не шығару осындай функциялардың мысалы болып табылады. Сонымен қатар, жақшаларды қою арқылы біз функцияны іске қосамыз. Input енгізу функциясы болғандықтан, ол бізге енгізілген ақпаратты қайтарады. Ал біз ол мәліметті айнымалыға сақтай аламыз. Ал мына жақшалар ішінде біз сұрағымызды тырнақшалар арқылы жазып өтейік. Оны бос қалдырса да болады. Сонымен біздің сұрақ атыңыз кім? Оны аты айнымалысына сақтап алайық. Ал келесі жолға айнымалы мәнін сәлем сөзімен қосып шығарайық. Мұнда енгізілген ақпарат string типте қабылданады. Сонымен қатар сәлем сөзі де string типті. Сондықтан біз string типті мәліметтерге конкатенация, яғни қосу операциясын орындай аламыз. Енді жүргізіп көрейік. Атымызды енгізейік. Көріп тұрғандарыңыздай, функцияға мәліметті қалай жаздық, тура солай экранға шығарып беріп отыр. Енгізгенде сұрақтан кейін орналасқан бос орынға назар аударыңыздар.